Ұстаз, әйелі сенбейді, өзі таксист, таңға дейін жүреді. Әйел бірақ сенбейді, осыған не дейсіз? Ух ты. Түні бойы таксовать етесің, ә? Жоқ, енді сен сену үшін ақшаны апармайсың ба? Сол ақшаны тапқан ақшаңды әйелге берсең, әйел сенетін болады саған. Жаным әшейін. А сен үйге қонбайсың, еще ақша ұстатпайсың, конечно сенбейді саған. Сен жұмыс істегеннен кейін ақшаны карточканы бер әйелге. Содан кейін ойлайды, менің күйеуім мені бағып жатыр дейді, соны сенетін болады. Жол сол. Сен оған сенбейсің. Ақшаны берсең, бұл төркінін алып кетеді. Інісіне сенің қайныңа бір нәрсе беріп қоятындай болып тұрады. Будто үстіне бір сумка сатып алатындай болады. Сөйтіп сенбегеннен кейін ол да саған сенбейді. Мына адам айна сияқты ғой. Әйел мен күйеу айна сияқты. Жаттап. Айнаға қарағанда сен ар жағынан кімді көресің? Сен мысалы атың Руслан. Мына жаққа қарағанда кімді көресің? Ұстаз, мынандай екен да, отбасы бар еркек бір әйелді мысалы мазалап жүр екен, тиісіп жаңағыдай деп, енді сондай болып жүр екен. Сол туралы бір ойыңызды айта кетіңізші. Бетін тырнап ал. Екінші қоймайтын болады. Айт, күйеуің айт, әйелің айтамын да, бетін тырнасаң сотталып кетесің, қой. Сен былай қыл, күйеуіне айт, әйеліңнен звондашы, телефон берші әйеліңде. Әйеліңе звондаймын де көзінше де. Болды, қашады. Болмаса екеуміздің селфи суретімізді салып қояйын Инстаграмға де. Ой, қашып жоғалады. Айт, екеуміз кел бер де, суретке түсейік екеуміз де. Бүйтіп суретке өліп кетсе түспейді сен. Қашады ол. Қорқады ол әйелден. Осын салайын Инстаграмға деші. Жәні шығып кетсе сол күні. Екінші жоламайтын болады. Мынандай сұрақ бар еді, жаңа негізі сурет салу күнә дейді ғой, сол сурет салу күнә ма негізі? Салмасын деген бар. Бірақ сіз кейбіреулер сондай сұрақ қойды да, өткенде де осыны біреу сұрады, енді сізге айтпай қояйын, сізге тимесін. Бір қарындасым сұрайды өткенде. Сурет салу күнә ма дейді. Өзінің аккаунттағы суреті, мына декольте киіп алғанда, мен көзім шығып кетейін деді бүйтіп, ана суретіне қарай бердім келді бүйтіп. Өзі сондай қойып алғанда, ол харамның харамын істеп тұрсың да. Сенен бәрі ашық, бәрі еркек шашының бәрін жайып алғансың. Ол харам емес біздікінде, бізде өзі сондай өзі. Жаңағы мұрын шыққан харам ба, үйде гитара болса харам ба. Біз осындай ұсақ түйектерді біз сондай тереміз да, бізге біздің қазақ халқы сондай өзі. А бірақ бадырайған арамның ішінде жүреді, оны айтпайды. Ол харам емес, өтіп кете береді. Ана режим тақуаларды өшіріп қояды, керек кезде бүйтіп қосады, керек кезде болмайды. Жоқ жан. Мына өзі араммен күнәлар бөлінеді ғой. Сол сияқты біз анау майда чүйде күнәшкаларды жинаймыз да, соларға жол бергіміз келмейді. А бірақ өзіміз шыланып жатамыз арамның ішінде. Бұл ана өзі намаз оқымайды. Намаз үшін сұрақ болады. 100% болады. Ал бірақ сурет салдың ба деген сұрақ бар. Жаңа үйде сурет ілініп тұрса дейді, оған сұрақ болмайды ол. Қорықпай-ақ қой. Суреттен басқаны бітіріп алайықшы. Суреттен басқа өтірік, өсек, ғайбат, Тоқаевты жамандау, Назарбаевты жамандау, боқтау, Енешканы жамандау, қайнатаны сүйреп апарып тастау, күйеуіңді өсектеу. Охо, қаншама күнә бізде жетеді. А оған келген кезде күнә жоқ, ол кезде бүйтіп отырамыз ғой біз. Еще айтып аламыз да, айтып қоямыз. Біздікі осы. Біз анау бадырайған күнәларды айтпаймыз. Арақ ішкенді айтпаймыз. Арақ ішкенді жаңағы неше түрлі харамдарды айтпаймыз. Біреудің затын ұрлағанды айтпаймыз. Біз ана кәкір шүкір майда шілесі күнәчоқтарды айтамыз. Майда сондайларға жабысып алғанбыз. Солар жинап алғанбыз да, сол бұны болмайды, мына болмайды, тырнақты өсірген бола ма десе, күнә ғой дейді да. Сен намаз оқисың ба? Жоқ дейді. Ол намаз айтпайсың ба сен? Маңызды. Ана былай ғой. Біреу арақ ішіп отыр екен да, соған колбаса кепті. Колбаса әкесі бүйтеді. Мына колбаса халал ма дейді. Колбаса халал ма дейді да. Не болып десе, мен халал колбаса жеймін дейді. Өзі вино ішіп отыр, шампанский екеуін қосып тұр. Қалай сонда? Біздікілердің станатын нәрсесі осы өзі. Жаңағы жығылып жатып, сүрінгенге күледі деген сөз осыдан шығады. Сосын андай бар екен, күйеуі компьютер ойнай береді, соған әйел қатты ашуланады. Сол туралы айтсаңыз. Сол ашуланғанда бір нәрсе өзгерді ма? Ашуланып жатсыз, жынданып жатсыз. Сол кезде миыңның бір тамыры жарылып,
инсульт болып қалсаң не болады? Жатып қаласың. Ол ары қарай компьютер ойнай береді. Сен енді ол ана комната ойнаушы еді ғой. Енді сен қасында ойнайтын болады. Сен ауырып жатасың, бүйтіп мына жерге ана мынандай марляны қоясың да, бүйтіп қазір айтып беремін қалай болатынын. Примерно былай болады. Мына сулайсың да сен былай жатасың. Басым дейсің. Ол енді ана комнатада ауыртатқан енді. Енді сен қасыңа келіп ойнап отырады. Болды, өмір жүре береді. Одан не өзгереді? Ештеңе өзгермейді. Сондықтан айтпақ болған, ондай адамдармен олай күрескеннен пайда жоқ. Сіз өз өміріңізді неге соған қарай қадап қойғансыз? Сен былай жүру керексің. Күйеу сенің балаң болып қалған. Сен айтқанмен жүру керексің, бүйткенде бүйту керексің, бүйткенде ол дардай өгіздей еркек ол. Ол өз білген өз істесін. Сен өз жұмысыңды өзің істей бер. Ол қадалақ компьютер ойнай ма, Fire ойнай ма, жаңағы Minecraft ойнай ма, PUBG ойнай ма, ойнай берсін ол. Ол жақсы нәрсе емес, бірақ ол сол балалық болып қалды. Сіз сол күйеуді өзің жекеменшігіңе өткізгің келіп отыр да. Мен айтқанмен бүйту керек, мен айтқанмен жүру керек. Ол тек қана сен тыңдап тұрмын жаным, тыңдап тұрмын, бол Лейли Мәжнүн, сен тыңдап тұрмын деген, ол ондай болмайды. Кейін болатын шығар енді компьютердің заманы өткенде. Енді сіз түсінем, іштегі қайнаған нәрсеңіз көп, бірақ ол повод емес жаным, сіздің сонша нервничать еткеніңізге. Сіз көңіліңізді баланың тәрбиесіне бұрыңыз. Сіз басқа бір тірлікпен айналысыңыз. Білмеймін, ана бизнес идеялар көп қой интернет, соны оқыңыз, кішкене талпыныңыз, өзіңізді кемелдендіріңіз, жетіліңіз, жұмыс істеңіз. Холодильник жуыңызшы, көп болды холодильник жуылмаған өзі. Суынан алақсызсан, сонда ол өмірден шығасыз. Сіз қадала бересің, былай жатсаң, анау да комнатқа отырмаған дауыс наушник киіп алып, енді не істейсің? Оны түзететін сен емес. Ана дардай өгіздей кісі PlayStation ойнайды дейді. Еще бірінші версиясын ойнайды екен. Қазір уже 5-ші версия шықты. Не істеу керек енді? Өмір сүріп жатыр. Сен PlayStation-ның 5-шісіне ойнайды, 5-шісін алып жатқан жоқ. Мен де білем 5-ші сериясын алып ойнап жатқан жігіттерді. Үйде тамақ бар ма, тамақ жоқ па, әйелдің бала туды ма, тумады ма, шаруасы жоқ. Сөйтіп жатыр. Сондықтан өмір сөйтіп кете береді. Сіз оны бала сияқты түзеткің келіп түзете алмайсың. Әйел адамға, жаңа намаздағы, хиджабтағы әйел адамға стоматологқа тісін емдетуге баруға бола ма? Еркек стоматологқа. Енді сіз стоматологқа барып аузыңды ашасың, басқа жағыңызды ашпайсыз ғой, сондықтан бола береді. Стоматолог не қатысы бар? Стоматолог тек қана аузыңды ашады. Болды. Бара беріңіз жаным. Мынандай сұрақ бар екен, бір жігіт садақаны оң қолмен емес, сол қолмен беріп қойған ғой. Сол қалай болады екен, сол туралы айтса кетсеңіз. Қайтадан ящикке қолын тығып алып, қайта салып алып, сол қолмен қайта, подожди деп біреуге беріп, ол қалтасына салып қойды сен. Соны қайтадан сұрап алып, мына қолыңды ауыстырып, мына қолмен берсең, өмір сүрмен өтіп кетеді. Қалтамен қалта салып жүріп жаным. Сондықтан бере бер, қолмен, қай қолмен берсең, ол қолмен бермей, каспиймен береді. Каспиймен де бере бер. Бәрі садақа, жақсылық садақа, күлген садақа, жолда жатқан тасты алып тастаған садақа. Ол садақаны обязательно оң қолмен беріп, ол бүйтіп иіліп тұрып, оң қолмен алып, содан кейін оны бүйтіп орап беру. Осымен өмір өтіп жатыр да бізде. Ана ішінде не барын құдай біледі. Маған да орап береді бүйтіп, кейде орап береді. Ашқанға қорқам анадан. Ойбай, доллар шығып кете ме екен, не шығып кетеді екен мынаның ішінен деп. Еще бір байлар ғой, бүйтіп ашқанда қалта дірілдеп бүйтіп, әрең ашам. Бисмилля, не шығар екен мынаның ішінде деп. Соңғы қараймын да ішінен 2000 теңге шығады. Деп қоясың, өмір кете береді. Сондықтан жаным, біз мына ішіндегісіне мән беріңіздер да, садақаның. Біздікілер сыртын оберткасын күшті қыламыз, ана орамалды күшті қылып тағамыз. Бірақ ішінде обертканың ішінде әңгіме, сыртында емес, орамалды былай емес, былай тағуға болады. Бірақ ішің қалтырақ болса, сыртың жылтырақ болса, не пайда? Сондықтан сыртын әдемі, қазір конверттерге де салып береді. Әдемі конверт. Еще сіздерді барғанша көріп жатсыздар, Бәленбаевтардың әулетінен деп, более элитный сымақтар сөйтеді екен. Тойға уже дайындай жазып жүрмейсің, ручка берші деп. Уже шығарып алған Бәленбаев типографиядан. Соны сала береді ішіне. Молдаға да кетеді, тойға да кетеді, өлімге де кетеді. Сразу готовый екен. Кстати, лайфхак. Сондықтан осындай нәрсе бар. Сондықтан қалтырап дәлдеп жүрмейсің да енді. Соны айтқан болар едім, сыртына жазып қойса еще да готовый суммасын, чтоб шошытпай адамды. Сондықтан оң қолмен бересің бе садақаны, сол қолмен бересің бе, бәрі садақа. Ең бастысы жақсылық ниет болсын, сол дұрыс.